Бәріңе қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге өзімнің жасалып қойған торговлямда запись жасап алған едім. Соны бүгін біз полный разбор жасаймыз. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Бәріңе қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл запись декабрьдің 3-іне 2020 жылы жасалған запись етті. Походу ең соңғы торговлям болу керек. Бұл менің или одан кейін де жасадым ба білмеймін, ұмытып тұрмын, бірақ осы запись жасап қалған едім. Осы записьте полный разбор жасаймыз, полный теханализ жүргіземіз. Паттерндарды, фигураларды, трендті, уровень сопротивления, уровень поддержки бәрін көрсететін боламын осы жерде. Ал ағайын, видеоға кірісейік. Бұл жерде ең бірінші көрсететінім 1 сағаттық графиканы ашқан кезде жалпы тренд қайға бара жатыр, соны қараймыз. Міне жалпы тренд жоғары қарай ұмтылып жатыр. Уровень сопротивлениеге келіп тақалғанда. Екінші не алатынымыз 1 сағаттық графиканың ішінде міне краткосрочный тренд, аз уақыттың ішінде жасалып жатқан тренд та бұл жерде. Үшіншіге қарайтын болсақ, мен трендті тағы да көрсетем. Үшіншіге қарайтын болсақ, бұл жерде 5 минуттық графиканы аштым. 5 минуттық графиканы ашқанда не көрсетем қазір? Міне паттерндарды көрсетем. Астындағы көлеңкесін көрдіңіздер ма? Үстіңгі көлеңкесінен дәу, даже денесінен де дәу. Көрдіңіздер ма? Денесінен де, басындағы көлеңкесінен де дәу, астыңғы көлеңкесі. Бұл бізге не айтып отыр? То, что трендке келіп тақалып тұр, бұл паттерн уже разворот болу керек бізде. Сол разворотты болжап бізге жаңағы не дейтін еді? Подсказка беріп тұрған паттерн осы. Екінші паттернда жасыл паттерн көріп тұрсыздар, көлеңкесі қандай ұзын екен. Бұл жерде то, что сатушылардың күші таусылды, енді сатып алушылардың күші басымырақ болып тұрды бұл жерде. Көрдіңіздер мені? Жалғасы қазір. Жалғасы мені 1 минуттық графиканы ашқан кезде бұл жерде бір фигураны байқадым мені. Двойное дно. Қостау, төңкерілген қостау деп есеп көрінді бұл жерде. Бұл не қай жерде? Бұл уже трендовый уровеньге жақындаған кезде құралған фигура. Бұл фигура бізге нені айтып тұр? Бізге сол мысалы мына жерде бізде тренд болды да, кішігірім. Жаңағыда аз уақыттың ішінде жасалып тұрған тренд міне. Осы трендтің бізге бағытын ауыстыруы неге қарайды? Жоғары қарай. Міне көрдіңіздер? Осыны бізге айтып тұр, осы төңкерілген қостау деген фигурасы. Бұл төңкерілген қостауды алдыңғы сабақтарда өткенбіз. Көрмегендеріңіз болса көріңіздер, ол жерде де керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Үшінші сабағым, жаңа үшінші видеом. Міне үшінші видеомда мен уровень сопротивлениені қойып алдым, көрдіңіздер мені. Уровень сопротивлениені қойып алдым, трендовый уровень қойып алдым. Мені көрдіңіздер ме, бұл жерде мен не айтып отырмын? Ешқашанда уровень сопротивлениенің бойында қоймаймыз. Не үшін? Бұл өйткені өсіп бара жатқан тренд, өсіп бара жатқан графика. Бұл любой время уровень сопротивлениені бұзып шығып кетуі мүмкін. Бұл жерде бізде негізі бір фигураның түрі үшбұрыш фигурасы орындалып тұр. Үшбұрыш фигурасы қалай? Үшбұрыш фигурасы, міне үшбұрыш фигурасы деген міне осы. Егер бұл жерде уровень сопротивления мықты болатын болса, мына жерде ойнап келатқан тренд төмен қарай бұзып түсіп кетуі мүмкін. Сол үшін бұл үшбұрыш фигурасына келетін болсақ, осы жерлерге графика, осы жерлерге, осы екі жерге жеткен кезде бұл фигураны санамаймыз. Бұл неден? Жаңағы не деп айтатын еді? Бұл валюталардан шығып кетеміз. Бұл валюталарға жақындамаймыз. Не үшін? Бұл үшбұрыш негізі непредсказуемый не да? Жаңағы фигуралардың бірі. Бұл жоғарыға қарай ұмтылып кетуі де мүмкін, төмен қарай да ұмтылып кетуі мүмкін да. Бұл жерде қайсысы мықты? Уровень трендтің уровень мықты ма, уровень сопротивления мықты ма? Бұл жерде біздің байқап тұрғанымыз краткосрочный тренд та, краткосрочный тренд болғаннан кейін
мен төменгі неден алдым. Бұл жерде глобальный тренд емес та, бұл әшейін краткосрочный, аз уақыттың ішінде болып жатқан тренд та. Бұл төмен қарай ұмтылып кетуі мүмкін, краткосрочный болса. Мен бұл жерде не үшін алдым? Жаңағы бір фигураны көрдім. Бұл жерде міне двойной дно орындалып тұр. Төңкерілген қостау орындалғаннан кейін мен осыған сеніп тұрып алдым да. Дальше ары қарай көретін болсақ, міне көрдіңіздер ме? Осы жерден аламыз әрқашанда. Міне птичка қойып жатырмын. Бұл валюта қалай болып тұр? Бұл бізде үшбұрыш орындалып тұр бізде де. Бірақ астыңғының волатильностьтың, көрдіңіздер ме? Астыңғы трендке графика қалай әсер етіп отқаны міне тағы да көрсетіп тұрмын. 1 сағаттық графиканы аштым. Жалпы тренд жоғары қарай болып келе жатыр. Болып келе жатқаннан кейін бұл жерде глобальный тренд болып тұр. Қазір байқасаңыздар, қараңыздар. Қазір 1 минут. Бұл жерде глобальный трендті байқадым. Бірінші 1 сағаттықты ашқан кезде қараңыздар. Міне мына жерден бір көрсетіп өтіп кете салайын. Глобальный тренд 1 сағаттықта міне қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Міне глобальный тренд осы 1 сағаттықта міне глобальный тренд болып есептелінеді. Мына жерде по ходу дела неге келді? Уровень сопротивлениеге жақындап қалды уже. Сол үшін мен әрқашанда глобальный тренд болғаннан кейін 1 сағаттықтың ішінде глобальный тренд болып есептелгеннен кейін мен астыңғы жағынан алдым да, төменгі уровень поддержкадан алдым да, төменгі. Енді қараңыздар, 5 минуттық нені ашқан кезде төменгі, мысалы, төменгі уровень сопротивлениеге, трендовый уровень сопротивлениеге жақындаған кезде паттерн өз-өзін қалай неғып жатыр, ұстап жатыр, қараңыздар, көрдіңіздер ме? Көлеңке деген өте үлкен. Осы паттерндар бізге нені айтып тұр? Осы ситуациялар бізге то, что паттерн жоғары қарай кетеді деген да. Келесі паттерн жоғары қарай кетеді деген бізге не? Жаңағы сигнал бізге осы көлеңкелер. Көлеңкелерге де мән береміз ағайын. Көлеңкелердің астында жатқан мың жұмбақтар бар. Көлеңкелерге де мән береміз. Мына жерде уровень сопротивлениеге де көлеңкелері жақсы әсер етіп отыр да. Бірақ астыңғыдағындай емес та. Қараңыздар, мына жерде де неге жаңағы трендовый уровень сопротивлениеге қалай әсер етіп отқан көрдіңіздер ме? Көлеңкелерді міне көрдіңіздер ме? Бірақ жалпы жаңағы күш, трендовый уровень 1 сағаттық ашқанда жалпы глобальный трендовый уровеньді көрдіңіздер, жоғары қарай ұмтылып атқан. Бұл жерде мен өз-өзіме сенімді болдым, то что жоғары қарай ұмтылып кетеді деп графика. Айналдырып жіберейін қазір. Өзім айтып өткендей, міне қараңыздар, өзім жаңағы нелерім плюсқа шығып жатыр, жабылады қазір осы жақын арада. Бұны ағайын технический анализ ешқашан қалмайды. Сіз біреуге жалынышты болмайсыз, өзіңіз есептейсіз, өзіңіз қарайсыз. Бұл технический анализді егер үйреніп алсаңыздар жақсылап, ертең Форекспен де айналсамыз әлі, Құдай қаласа, сол кезде де керек болады өзімізге ағайын. Сол үшін мен түсіндіріп жатырмын, сол үшін үйренсін деп жатырмын сіздерге. Қолдағы бар алтынның қадірі жоқ дейді ағайын. Тегін болып тұрған кезде, тегін үйретіп атқан кезде үйреніп алыңыздар. Айналдырып жіберейін. Міне жаңағы айтқандай міне қараңыздар. Жаңағында айтып өткенде міне уже пробой басталды да бұл жерде. Пробой басталды. Пробой мына жерде қалай, мысалы, пробой басталды. Қазір екінші не, мысалы, мына жерде екінші қызыл паттерннан жасыл паттерннан кейінгі бұл ретест паттерн. Видео үзіліп кетті, ағайын, ренжімеңіздер. Өзім ақшамды шығардым. Бұл ешқандай да брокер, алдамайтын брокер, өте честный. Мен уже бір емес 3-4 рет шығарып жатырмын бұл ақшамды, бұл жерден ақшамды. Сол үшін ағайын, не деймін сіздерге, бұл ешқандай да қиын жұмыс емес, өздеріңіз көріп отқандаймын. Екі-ақ былай келгенде жарты сағаттың ішінде 7 теңге тауып алдым, қалтама басып алдым, Құдайға шүкір. Сол үшін ерінбейміз ағайын. Технический анализ, учебный счетпен ашып қоймыз, технический анализ жасаймыз.
білгеніміз өзімізге жақсы ағайын. Келесі сабақта мен сіздерге осындай видеом, тағы бір видеоларым бар, соларды полный разбор жасаймыз. Сол үшін ағайын, ешқашан ерінбейміз, жалқауланбаймыз. Жаңа ноутбугымызды алып алсақ, 10-15 минут, сонда уақытыңыз 10-15 минут тек қана жасайсыз. Учебный счет, жаңағы виртуальный ақшаны тігіп қоясыз, көресіз, қай жерінен ашып, қай жерінен минус, соны өз-өзіміз шынықтырамыз. Бұны білгеніңіз, тек анализді білгеніңіз, ертең форекспен де айналсаңыз, сол кезде де керек болады ағайын. Ал ағайын, каналға поддержка береміз, тіркелеміз, лайк басамыз, максималды түрде поддержка берсеңіздер өте риза боламын ағайын. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар.